Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін біз сіздермен бірге Sport Life 2 спорт кешенінде Суперлиганың екінші тур матчын тамашалаймыз. Туран және Дета Групп командалары арасындағы матч. Туран командасы біздің сол жағымызда көк жейдеде болады, ал оң жағымызда қара жейдеде ол Дета Групп командасы. Екінші турдың қалдырылған ойыны негізінде бұл матч жексенбі күні өту керек болатын, екі команданың келісімімен, ал міне бүгін ойын өтетіні белгілі болды. Қазір төрешілердің ысқырығы шалынатын болады, содан кейін біз күткен матчта старт алады. Міне қазір Мирас Қарабаевтың ысқырығы шалынды, осылайша Дета Групп командасы ойынды бастап берді. Қазір біз сіздермен команда құрамымен таныстырып өтетін боламыз. Бұл жерде прессинг қолдануға тырысып жатыр Туран футболшылары. Айдарға келген сәт. Айдар бірінші турда хет-трик авторы атанған. Дета Групп командасы жеңіске жеткен. Трансляция кезінде біз айтып өтеміз, қандай нәтижелер көрсеткен. Варан допты әріптесіне жеткізіп берді, Марданға келді. Демек жылдан мен қазір команда құрамымен таныстырып өтетін боламын. Туран командасы шабуылдар ұйымдастыруға тырысқан болатын. Ойын ережесі бұзылған төреші айтып өтті. Дета Групп футболшылары пас болды, Айдарға келген бір сәтте бұл жерде допты алып қойған ол Туран ойыншылары. Демек команда құрамымен таныстырып өтеміз. Дета Групп командасы Диас Ағабек 14-ші нөмірде, 77-ші нөмірде Диас Үргеншбай. Ойын өте жылдам өтіп жатыр. Бүгін тек осы бірақ матч өтеді. Екінші турдың өзге ойындары өтіп болған. Хамит Шамілде. 5-ші нөмірде Балдаурен Есқара, 8-ші Шахрур Хашимов, 15-ші Абылайхан Искендеров, 9-ші Рамазан Тынышбек, Айдар Жақсыбек 7-ші нөмірде ойнайды, 6-ші нөмірде Рамазан Тынышбек, Марал Әуесбек 9-ші, 27-ші нөмірде. Қазір міне Туран ойыншылар шабуыл ұйымдастыруға тырысты, ойын ережесі бұзылма. Шахрур Хашимов допты алып қойды, Рамазан Тынышбек. Сондай-ақ қазір Азамат Аманбаев, Айдос Сүйінбай және Азимов. Шахрур Хашимов шабуылға араласуға тырысады. Міне қазір Рамазан Тынышбекке келді. Рамазанның пасынан соң әріптесі допты алдырып қойғандай болды бұл жерде. 15-ші нөмірдегі ойыншы. Міне Диас. Дета Групп шабуылға ұйымдастырып жатыр, ойын ережесі бұзылды бұл жерде. 15-ші нөмірдегі футболшы Абылайхан Искендеровке қарсы. Туран командасының құрамы Наурыз Әшенов, Ғабиден Бекжанұлы, Нұрболат Кенжехан, Димаш Құдайберген, Мардан Маматаев, Нұрсұлтан Какубаев, Хамит Шаміл және Есе Әбдібай. Қазір ойын ережесі бұзылды. Доптың алдында Шахрур Хашимов. Рұқсат берілді, пас болды. Диас Ағабек тарапынан соққы болса, қақпаға дәл барған жоқ. Осылайша қазірше бірінші тайм есеп ашылған жоқ. Бірінші турда Туран командасы Джеммен Шоп ұжымына жеңіліп қалған. 1-2 есебімен. Ал олардың қарсыластары біз матчты тамашалағанбыз. Дета Групп командасы Қызылқия Қазығұрт ұжымын 3-1 есебімен жеңген. Хамит қазір допты Мардан Маматаев қайтара алды. Бұл жерде Шахрур Хашимов соққы бағыттаған еді. Өте қызықты матч. Жанкүйерлерді қазір сүйікті командасын қолдап қуаттауда. Сондай-ақ Суперлиганың басқа командалардың өкілдері де матчты тамашалауда. Дета Групп командасы футболшылары қазір оң қапталдан шабуыл ұйымдастыруға тырысқан болатын. Айдар Жақсыбек допты Диас Ағабекпен ойнады. Сондай-ақ бүгін Дета Групп командасының капитаны Әлібек
Рахымбергенов матчта ойнамайды. Ол әріптестеріне қазір бапкер ретінде өзінің ақыл кеңесін береді. Міне Айдарға келді доп. Айдардың жылдам әрекеттері Шахрор Хашимовпен ойнады. Шахрордан бір соққы болуы да мүмкін. Допты өзінде көп ұстап қалды. Сол қапталға Диас Ағабектен Мардан Маматаев допты қайтарды. Қазір есеп ашылуы мүмкін еді. Тұран футболшыларда қателікке бой алдырды. Дета Групп командасы қарқынды ойын көрсетуге тырысып жатыр. Бірінші таймның алғашқы минуттарында Тұран футболшылары шабуыл ұйымдастырған еді, бірақ олар гол соғу мүмкіндігін пайдалана алмаған еді. Бірақ енді ойын тізгіні Дета Групп командасы тарапына өтті. Қақпашымен ойнады Диас Ағабек. Қазір Тынышбек Рамазан қақпашыны ойынға араластырды. Шахрор Хашимов допты алдырып қою мүмкін еді. Ойын ережесі бұзылды дейді. Бұл жерде сары қағаз көрсетуін қазір талап етуде. 21-ші нөмірдегі ойыншы жоқ, жылдам ойын басталды. Енді Айдардан соққы қақпаға дәл барған жоқ. Ғабиден Бекжанұлы 21-ші нөмірдегі Тұран командасының ойыншысы. Хамид Шамілде доп. Хамид Шаміл пас берді, Варан үлгермейді. Нұрболат Кенжехан, оны көпшілік Варан лақабымен айтады. Өте қызықты матч. Біз осылай болуын күттік. Қазірше пас Аблайхан Искендияров тарапынан. Дета Групп ойыншылары қазір сол қапталдан допты Аблайхан ойынға қосқан сәтте Айдардан соққы қақпаға сәл қалды. Қазіргі жағдайда Мардан Маматаев абай болып Шыңғыс допты әріптесіне жеткізуге тырысқан сәтте ойын ережесі бұзылды дейді төрешілер. Бұл жерде бірінші тайм осылайша өте қызықты көрініс алды. Айдар допты алып қойды. Хамид Шамілден соққы болады. Рикошет, бұл бұрыштама доп деген сөз. Қазір абай болу керек. Тұран футболшылары өте мықты құраммен келген екі команда. Жаңа маусымда жаңа ойыншылар қосылған. Әсіресе Дета Групп командасында осы екі команда футзалда кездескен болатын. Қазір міне Тұран футболшылары Дета Групп командасын жеңген еді футзалда. Міне Шыңғыста соққы болуы мүмкін. Бұл жерде үлгерді қазір 8-ші нөмірдегі Шахрор Хашимов. Әйтпесе Шыңғыс қазір Халилұлы есепті ашып кету мүмкін еді. Дета Групп командасының қақпашысы қазір ойынға араласты. Бірденнен жылдам әрекет жасау керек. Шахрордың қапталға пасы болды. Дета Групп. Айдар жоқ. Бұл дұрыс пас болмай қалды. Әйтпесе қазір есепті өзгертіп кетуі әбден мүмкін еді. Дета Групп командасының қақпашысы ол Әзім Әзимов. Өте мықты қақпашы. Бірнеше турнирлерде көргенбіз. Осы Әзім Әзимовта міне Әзімге келді. Жылдам допты әріптестеріне жеткізу керек. Айдар шабуылшы ретінде айтып өттік. Қазығұрт Қызылқия командасымен болған матчтың бірінші таймында 3 гол соққан еді. Мардан Маматаев үлгерді допты қайтарып. Наурыз Әшенов допқа жетіп келген. Ойын ережесі бұзылды дейді төреші. Сол үшінде ысқырық қазір шалынды. Вараннан соққы болуы мүмкін Әзім Әзимовтың қақпасына. Бірақ анық соққы болмады бұл жерде. Бірінші таймда гол тамашалаймыз ба? Әлде жоқ ба? Осы сауалға қазір жауап іздейміз. Біз сағатқа қараймыз. Хорош. 9-ші минут. Бірінші таймның 9-ші минуты. Варан допты ойынға қосты. Ғабиден аут. Тұран футболшылары Әзім Әзимов допты иеленіп алды. Айдармен ойнады. Жылдам қарымта шабуылға куә болайықшы. Бұл жерде Аблайхан Искендияров Шахрор Хашимовтан соққы болған еді. Бұрыштама доп болады бұл жерде. Мардан
Маматаевқа тиді. Сол үшінде төрешілер ойланып отырмастан бұрыштама допты көрсетті Шахрур Хашимов. Қарымта шабуылды ұйымдастыру барысында Дета Групп өте жылдам ойнауда. Рамазан Тынышбектің қателігі. Тұраннан қайтадан допты алып қойды. Абылайхан Искендеров оң қапталға ауыстыра алмады. Хамид Шамил қайтарған. Айдар командасының сұр мергені. Рамазан Тынышбек ойын ережесі бұзылды, бірақ төреші Шахрур Хашимовтан пас болды. Бірақ әлі де шабуыл жалғасады. Бұл жерде Дета Групп футболшылары ойын ережесін бұзды. 7-ші нөмірдегі Айдар Жақсыбек. Оң қапталды Ғабиден үлгермеді. Диас Ағабек допты ойынға қосады. Айдарға келген еді. Енді Тұран соққы болу мүмкін. Алдауға кірсе міне жойқын соққыны Әзім Әзімов қайтар алды. Бұл жерде Тұран командасының Димаш Құдайберген өзінің соққысымен команда қақпашысының дайындығын бірін тексеріп көрген болатын. Рамазан Тынышбекке келді доп. Жылдам Шахрур Хашимов. Шахрур қандай шешім шығарады екен? Абылайханмен ойнады, бірақ бұл аут, ешқандай фол жоқ. Варан допты ойын қосты. Әшенов. Бірінші таймның алғашқы 10 минуты артта қалды. Есеп қазірше 0-0. Біз гол көреміз ба бірінші таймда? Осы сауалға жауап іздейік. Варанның пасы, бірақ аут. Дета Групп командасының өкілдеріне келді. Дета Групп ұжымы өткен жылы Қазақстан чемпионатында да бақ сынап көрді. Шымкент қаласында өткен еді. Естеріңізде болса сол матчтар тікелей эфирлер тамашалағанбыз. Пас қазір Абылайхан қарсыластан өте алмады. Шәміл үлгерді бұл жерде. Хамид дер кезінде жетіп келе алды. Айдар Жақсыбек шабуылшы қорғаушымен ойнауға мәжбүр, себебі Әшенов те қарсыласқа еркін ойнау мүмкіндігін бермеді. Қателік болды. Мына Ғабиденнің соққы бағыттай алады ма? Үлгерді бұл жерде Тынышбек. Ешқандай фол жоқ, ойын ережесі бұзылмады, ойнау керек. Ысқырық шалынбады. Демек Абылайхан Искендеров Вараннан өтті. Пас болды Шахрурдан соққыны Мардан Маматаев қайтара білді. Қазір қақпашы өте керемет ойын көрсетіп жатыр. Тұран командасының қақпашысы бірнеше соққылар болды. Шабуылдарды жоққа шығара алды. Бұрыштан доп ойынға Абылайханнан жойқын соққы. Бұндай соққылар 13-ші минут бірінші таймның. Бірақ қауіпті жағдайды ұйымдастыру барысында, соққы бағыттау барысында Дета Групп командасы басымдылық танытуда. Наурыз Әшенов екі ойыншының арасынан допты өткізе алмады. Тынышбек. Айдар қаны қарсыласты алдап өтуге тырысты. Ғабиден допты алып қойған сәтке куә болуымыз мүмкін. Сол қапталға Әшеновтен пас болған еді. Әшенов Варанды іздеді. Бірақ доп өтпеді. Дета Групп командасының қосай құрамдағы ойыншылары қазір дайындық көруде. Кім алаңға шығады екен? Бірақ қазірше міне Тұран Ғабиденге келді. Кімге? Қорғаушының соққы болды. Сол аяғымен 21-ші нөмірдегі Тұран ойыншысы Әзім Әзімовты қап қалдыруға әрекет жасап көрді. Бірақ анық барған жоқ. Сондай соққылар керек қазіргі сәтте. Айдос Сүйінбай алаңға шықты. Айдостың да соққыларын білеміз біз. Көргеніміз болдарын. Әзімнің пасы Диас Ағабек. Айдос Сүйінбай қазір сол қапталда ойнайды. Шахрур Хашимов. Футболшылар жылдам орындарына ауыстырып ойнауға мәжбүр. Себебі шаршаған ойыншылар жылдамдық жетпей қалған сәтте пайдаланып кетуі мүмкін. Қақпашының ойынға араластыруда Әзім Әзімовты. Айдос Сүйінбай. Абай болу керек осындай сәтте. Бос қақпа. Ғабиден де допты алып қойса аямайды, қарсыласты жазалайды.
сәл ойын тізгіні төмендеді. Варан алыстан бос қақпаны нысанаға алуға әрекет жасады. Мұны айттық қой жаңа. Осындай сәттерден абай болу керек қазір. Әзім Азимов алаң өз қақпасын айып алаңынан шығып кететін болса, жазалап кетуі мүмкін тұран футболшылар. Варан ойын ережесін бұзғандай болды, бірақ допты Айдар сақтап қалды. Тынышбек, Әзім Азимов. Міне қателік болды, Вараннан соққын Азимов қайтарды, өзінің айыбын дұрыстады. Нұрболат Кенжехан қазір жарақат алды Варан. Соққы бағыттау барысында аут ойнай аламын деді. Демек, қазір Наурыз Әшенов допты ойынға қосады. Есей алаңға міне шықты. Есей бірінші рет тұран командасының құрамында. Қаны енді соққы бағыттауға Әшенов үлгермеді. Шахрор Хашимов допты алып қойды. Айдос Сүйінбайдың әрекеті Есейден өтті. Соққыға жоқ. Бұл жерде Хамит Шамил дер кезінде сырғанап болса да допты қайтара білді. Басынан басталады шабуыл. Айдос Сүйінбайды. Детагрупп командасының өкілдері. Айдар Жақсыбай. Айдоспен ойнай ма? Жоқ, өкшемен Диасқа берген рикошет. Гол! Есеп ашылды 1-0. Мардан Маматаев допты аяғымен қайтарды, бірақ Рамазан Тынышбек баспен бос қақпаны нысана қалды. Осылайша Детагрупп командасының ойыншылары бірінші таймның 16 минутына келіп, таблодағы есепті өзгертіп ашты. 1-0. Тұран енді қалай жауап береді екен? Детагрупп командасы өздерінің шабуылдарын голмен аяқтай алды. Әшенов, Хашимов Көкжидедегі команданың екінші таймда шабуылдарына куә боламыз деген үміттеміз. Маматаевтың пасы Ғабиден допты тоқтата алмады. Бірінші тайм соңғы минуттары Айдос Сүйінбай жете алмады. Шаршағаны көрініп тұр. Хамит Шамил қорғаушы. Есеймен ойнады. Есей, Шамил, Хамит. Айдос содан допты алуға тырысты. Варан күтіп тұр пас беруін, соққы бағыттауға. Есеймен сол қапталдан. Жоқ, бұл қателік болды. Шахрор Хашимовтың қарымта шабуылы. Айдос көмекке келеді. Қаны пас. Шахрор екінші гол ма? Жоқ, Маматаев үлгерді. Ойын ережесі бұзылды деді, бірақ енді жылдам, уақыт жоқ күтіп тұруға. Хамит Шамил пас бере алмады. Енді шабуыл. Есей ойын ережесін бұзды. Сары қағаз бола ма? Жоқ. Ешқандай сары қағаз жоқ. Есей қазір ойын ережесін бұзды. Үлгермеді. Қазір Айдар 40-тан соң ойынға қосады. Тұран футболшылар алмасты. Ғабиден өз орнын босатып берді. Бірінші тайм 6-шы нөмірдегі Рамазан Тынышбектің голымен қазірше Детагрупп пайдасын. Айдардан екінші гол ма? Қақпасын алдады. Қақпа бағанасы құтқарып қалды. Қазір Варан. Есеп 2-0 болуы мүмкін еді. Қақпаның бағанасына тиіп қалды топ. Қазір Детагрупп командасының футболшылары өкшемен пас. Айдос Сүйінбай. Қаны енді Детагрупп екінші гол ма? Есейде доп. Соққы бағыттайтын ойыншы табылмады. Вараннан көрейікші бір қарсыластан өтті. Ойын ережесі бұзылды. Қазір қауіп жағдай. Таразы басын теңестіруге. Қазір бірінші таймның соңғы минуттары. 19-шы минут. Әшенов па әлде Нұрболат Кенжехан соққы бағыттай ма? Тұран футболшылары ақылдасып алды. Әзім Азимовтың қақпасына бір соққы болуда мүмкін. Қазір көрейікші. Рұқсат берілді Әшеновтың пасы. Бірақ бұл жерде оқып қойды. Детагрупп футболшылар осы комбинацияны. Тынышбек допты қайтарды. Азамат алаңға шықты. Детагрупп командасының құрамында бірінші рет. Айдос Сүйінбай қапталдан, бірақ тұран ойыншылар қақпашымен ойнады. Мардан Маматаев Есейдің
Pası Әшенов үлгермеді. 19 минут. Азаматта доп. Он қапталға ауыстырды. Рамазан Тынышбек қазір төрешілер сықыр çalады. Бұл соңғы комбинация болуы әбден мүмкін. Диасаға беттен пас. Мардан Маматаевқа келді. Тұран футболшылары шабуылға өтеді. Азаматтан өте алама екен. Нұрболат Кенжеханда доп. Айдарға келді. Қарымта шабуыл. Шыңғыс Халилұлы. Ешқандай ойын ережесі бұзылған жоқ дейді. Айдардан пас болды. Маматаев. Нұрболаттан соққы, қақпаға дәл барған жоқ. Димаш Құдайберген 6 нөмірде Тұран командасының ойыншысы міне. Осы сәтте төрешінің сықарға шауында бірінші тайм 1-0 есебінен аяқталды. Кішігірім үзіліс.